жерге қойыңыздар, ортаға қайтқыш шеңберге тұрайық. Қайтқыш шеңберге тұрамыз айналып. Балалар, былай тапсырма сіздерге. Әркімнің өзінің есімі бар, мысалы, Еркеназ. Еркеназ өз есімнен басталатын, әркімнен басталатын өзінің атауын айтады. Менің атым Еркеназ Емет. Менің атым Тоғжан Чемедақ. Менің атым Тоқмай Терек. Менің атым Сыбат Сексеуір. Менің атым Инабай Итмұрын. Менің атым Сезім Санақұлақ. Менің атым Әлібек Әлішев. Менің атым Салих Садыр. Менің атым Жандос Жолшыбек. Менің атым Мирлан Әнді. Менің атым Ақтазар Амелкен. Менің атым Аяулым Ақбидай. Менің атым Жайдар Мұса. Менің атым Айша Адрастан. Екінші топ. Әсем табиғат гүлдері шықты. Жақсы балалар. Олай болса, келесі сабағымызда біз бейнебаянды тамашаладық. Жақсы. Солай біздің сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер әлемі. Өсімдіктер әлемі. Жақсы балалар, біз өсімдіктер әлемімен бүгінгі сабақта таныса отырып, мынадай бізде сабақ мақсаты бар. Тірек сөздермен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау, ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру, амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Тақырыбымыз сабағымыздың өсімдіктер әлемі. Қазір балалар, менде 3 топқа өзімнің тапсырмаларым бар. Сізге дайындап келген сол тапсырманы қазір 3 топқа бөліп беремін. Бірінші топ, екінші топ және үшінші топ. Ережелерді шығару, сөйлеп құрау. Дұрыс, ережені шығару, сөйлеп құрау. Ережесін шығарамыз, мысалдар келтіреміз, көркемдік ерекшелігіне сай қолданамыз. Жапсырамыз балалар. Амоним, синоним, антоним. Екі сөйлеп құраймыз. Бірінші топ. Нұрым ол пайдалы. Дұрыс. Чемедақ шипалы. Тұрды енді қасиеті бар. Жақсы. Балалар, сіздерге мен қандай тапсырма бердім? Жақсы. Қандай тапсырма? Екі топ жоламаймыз. Ереже шығар және сөйлеп құрау. Сабағы әліпби сабағы. Гүлдің сабағы әліпби сабағы. Жақсы отыра ғой. Итмұрын ол шипалы ұлы. Шипалы ұлы. Топта жақсы қатысып отырған Тоқжан, Толқынай, тағым қатысты. Сымбат, келесі. Мына топта Инабат жақсы қатысты. Салих жақсы қатысты, Сезім және Әлібек. Кім қатыстырмайшы? Жақсы. Келесі. Үшінші топ бала жай орындадық. Еркеназды бағалаймыз және Жантасты бағалаймыз. Амоним, антоним, синонимнің ережесін шығаруымыз керек еді. Бірінші топ сіздер қандай
амоним. Айта қойыңдар. Амоним дегеніміз. Амоним дегеніміз мағыналары жазылуы бірдей мағыналары әртүрлі. Жақсы, отыра ғой. Қандай сөз шықты? Гүлдің сабағы, әліппе сабағы. Қандай сөз? Сабақ дейді. Сабақ. Жақсы. Екінші топ. Бізде синоним. Синоним дегеніміз ол мағыналары бір, бірақ дыбысталуы әртүрлі. Қандай сөз шықты? Шипалы улы. Синоним дегеніміз ол қарама-қарсы. Дұрыс, мағыналары қарама-қарсы. Қандай сөз шықты сендерден? Бізде шипалы улы. Шипалы улы. Жақсы, отыра. Қолымызды ашайық, балалар. Қане, оқулықтарымызды ашайық. Қазақ халқы төрт түлік малды қалай бағалаған? Қане, кім айтады? Қалай бағалаған, Жандас? Олар қыста жазда жаздалы, күзде көктеу, Ал түнде жайып малды баптап өсірген екен. Қазақ халқын малсыз елестету қиын ба? Кім жауап береді толық? Әлби? Себебі біздің қазақ халқымыз мал асырағасын оларды малсыз елестету мүмкін емес. Себебі олар малмен өздерінің күндерін көрген. Сиырдан сүт алып, қымыздан да өзіне керекті заттар, жылқыдан да өзіне керекті заттар алған. Дұрыс, өзіне керекті заттарын тұтынуға инабат тұтқан айтып отырамыз. Олар қазақтар өздерінің күнін малсыз елестетіп көрмеген. Себебі мал оларды асыраған. Яғни мінсе көлігі болған, жесе тамағы болған, пайдаланса бұйымы болған. Жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз өсімдіктер әлемдедік. Енді өсімдіктер қайда өмір сүреді? Кім айтады? Өсімдіктер қайда өмір сүреді, аяулым? Қайда өмір сүреді? Қайда тіршілік етеді? Жерде тіршілік етеді. Өсімдіктердің жануарлардан қандай айырмашылығы бар? Жандас. Жануар мен өсімдіктің айырмашылығы жануарлар жүре алады, ал өсімдіктер жүре алмайды. Тек қана өседі. Тоғжан толықтырам деді. Жануарлардың көздері, ауыздары, мұрындары бар, ал өсімдіктерде жоқ. Жақсы, отыра қойыңдар. Жақсы балалар, енді біздер үшін маңызы қандай? Кім айтады? Қоршаған орта үшін маңызы қандай өсімдіктердің балалар? Жоқ. Ақназар айта ғой. Өсімдіктердің қоршаған орта үшін. Айша айтам дейді. Дұрыс. Көрік береді. Тағы? Айта ғой, Тоғжан. Өсімдіктер өздеріне көмір, су, көмірқышқыл газын жинап алып, бізге оттегін таратады. Шығарады. Жақсы, отыра ғой. Балалар, Қазақстан өсімдіктер жеткілікті өсе ме? Өте өсімдіктің барлық түрлері бар деп ойлаймыз ба? Жоқ. Кім айтты? Сезім? Жоқ, өйткені көп көлдер, көп деген өсімдіктер қызыл кітапқа енгені барлығы Жолыс бар өсімдіктер қызыл кітапқа енгеніміз. Жақсы, толқынай. Ол өсімдіктер қазір көбісі жоғалып кеткен, себебі олар деген көбі дәрі ретінде қолдануға бүкілін жұлып алады. Адамдар. Не істейміз? Өсімдіктерді біз апатымызды тегізіп отырмыз, бос текке жұлып отырмыз. Жақсы, толқынай жақсы отыра ғой. Жұмбақ қалай? Сүйді ол ылғалменен жарықты, көлем кесім кең жайып саялатты халықты. Жер мен судың атауына тіркесі, өзін бар халыққа танытты. Кім айтады? Не балалар? Еркеназ? Ағаш. Жандас. Ағаш. Өте жақсы. Бауырлап өседі, серігі оның саңырауқұлақ деседі. Ылғал далқақ оныңдағы мекені, көпке аян, оның мүк емес екені. Апай, гүл.
гүл. Саңырауға. Ол тастарға жабысып өседі балалар. Бүк сияқты кішкентай тастарға жабысып өседі. Көп ағаштар. Онымен балалар асырап қояйды. Бұл қандай өсімдік? Қына. Жер бауырлап өседі, серігі оның саңырауқұлақ деседі. Ылғалды алқап оның дағы мекені, көпке аян оның мүк емес екені. Кім айтады балалар жауабы? Емерлан? Қына, өте жақсы. Одан кейін бұндай қорытындылай келе, мына 3 құмыраны көріп тұрмыз ба? Бірінші құмыра қызыл түсті, бұл мен ештеңе түсінбедім. Екінші құмыра сары түсті, мен орташа түсіндім, мен толықтай түсіндім дегенді білдіреді. Олай болса, қазір мен сендердің қолдарыңа түрлі түсті гүлдерді беремін. Осы гүлдерге жазып, сендерге қандай түсінбеген жерлерім болды, сабақта түсінбей тұрған тұстарым болды. Соны бәрін осы қағазға түсіріп, оқып, құмыраға жапсырамыз. Жақсы ма? Қызылға ештеңе түсінбедік. Жалпы сабаққа түсінсеңдер жасыл, орташа түсінсеңдер сарыға. Балалар, қателеспейік, жасыл түс толық түсіндім, сары түс жартылай түсіндім, қызыл түс түсінбедім. Мына топта Инабат өте жақсы деп бағалады, Еркеназ, Сезім, Айша жақсы. Мына топта Сымбат пен Жанташ жақсы, кім екеуі өте жақсы деп бағалаймын, е? Ұпай жинады. Сымбатта 4-еу, менде 3-еу. Кімде? Жантаста 2-еу, Толқынайда 2-еу, Тоғжанда 3-еу. 4-еу. Жақсы, өте жақсы. Мына топ 16 ұпай, мына топ 12 ұпай жинады. Жақсы.